Сәлем, бүгін ашытқысыз қатпарлы қамыр дайындаймыз. Бізге жылы су, алманың сірке суы, тұз, ұн және май ғана қажет. Майымызды ертіп қоямыз. Табамызға жылы су, тұз, сірке суын құйып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Біртіндеп ұнымызды салып, жұмсақ қылып қамыр илейміз. Қамырымызды екіге бөліп, 20 минутқа тындырып қоямыз. 20 минуттан кейін қамырымызды бірдей қылып, домалақ қылып жайып аламыз. Қамырымызды осылай жұқа қылып жайып алғаннан кейін үстінен сары май жағып шығамыз. Мен сливочный берега майын аламын. Дәмі, иісі болмайды, бағасы да қолжетімді. Осылай жақсылап барлығын жағып алыңыздар. Кейін жайылып тұрған екінші қамырымызды үстінен салып, тағы да бұны да жақсылап майлап алыңыздар. Видеодағыдай осылай екі жағынан жинап, бұның да үстінен майлап алыңыздар. Майыңызды аямаңыз, барлық жағына жағып шығыңыздар. Видеодағыдай осылай бұны жинап алыңыздар. 4 бұрышты болып шығады. Морозильникқа 20 минутта қойып, қалаған нәрсеңізді пісіре берсеңіз болады. Морозильникта 2 айға дейін сақтасаңыздар болады. Қамырыңыз осындай қытырлақ болып шығады. Сіздерге ас болсын.